жұрттың арасында бір қауесет бар. Соның ақ-қарасын ажыратып алғым келеді. Тука істі болған кезде Бауыржан Ибрагимов $35,000 ақша беріп, Туканы құтқарып алыпты деген қауесет әлі күнге дейін еміс-еміс естіледі. Сондай қамқорлық жасаған кезіңіз болды ма? Жоқ, мен енді оны действительно қамқорлық жасадым. Ол төбеде Құдай тұр ғой енді. Туканы действительно қорғап алып шыққаным рас. Оны ағасы да, өзі де келіп рахметін айтып, бірақ жаңағыдай ақша беріп деген ол өтірік ол. Просто мен ана қызды 3 күн ұстап отырдым. 3 күн. Үйіме де бармадым, сол қыздың қасында болып, өйткені мен білдім ол қыз өзі тегін қыз емес екен, ол арнайы жасаған, сонымен айланысатын бәлелер болып көрінді көзіме. Ол енді өтірік болмасын, ағасы неден Шымкенттен бар ақша алып келді. Ол мен ақша емес, өздерінің ақшасы. Қанша ақша алып келді? Өтірік айтамаймын, кетіп, по-моему, бір $10,000 ма, $15,000 алды ғой деймін. Негізі ол ана қыздар сонымен айланысатын бір бәлелер олар. Жаңағы балдарды сөйтіп түсіріп, содан кейін барып жаңағы арыз беріп, сосын жаңағы ақша болмай қайтетін нелерді. Оған барып біздің туға түсіп қалған ғой енді. Шымкенттен келген, как раз съемкаға. Сол күні түнде неге гостиницаға, бір квартираға орналасқан кезде сондай жағдайға душар болған. Ол енді любой азаматтың басында болатын іс қой. Мысалы үшін да, ол енді оны мен бір сол кезде бір ерлік жасадым, бірдеңе демеймін. Просто енді қасымда жүрген өзім інім жаңағы өнерпаз өсіп келе жатқан талантты бала болғаннан кейін мен енді айттым, по-любому алып шығамын мен сенді. Сөйтіп оны ровдың бастықтарына бардым, ана ГУБДың бастығына бардым. Бәрі олар айтты, бәке, хорошо, тек ана қыздан онда не алыңдар деді. Кешірім хат. Кешірім хат алыңдар деді. Сол қиын болды маған. Маған ОУДың бастығына кіріп сөйлескен оңай болды, он есе. Рас. Сөздері әртүрлі болды. Бірінші күні былай деп айтады, бір сағаттан кейін былай деп айтады. Әпкеме барып келуім керек еді дейді. Мен оны кетсе айырылып қалатынын білдім. Оны бір рет қашып баратқан жерден бір ұстап алдым ғой. Аэропорттан жолынан барып шамаданмен ұстап алып келіп, қайтадан гостиницаға келіп, қағаз жазбай жібермедім ешқайда. Менің ерлігім сол болды.